Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып, арнама жазыла отырыңыздар. Ашық тұрған дарбазадан бажылдатып сигнал басқан екі көлік қатар кірді. Бірінші көліктен тоқтар-тоқтамасын асығыс түскен бозбала жігіт: "Сүйінші, келін келді" деп үйдің алдында алдын ала орамал ұстап дайын тұрған жас шамалары 35-40-тардағы екі әйелге күле қарап мәз болды. Үйден тағы да опыр-топыр әйелдер шыға бастады. Көліктің артқы есігінен шыққан жігіт әлдекімді қолынан тартқылап шығаруға әлек болып жатыр. Әйелдер енді соған қарай жылысты. Көлік ішіндегі жас қыз көлік жақтауларына тіреліп алған, әл берер емес. Ыза мен шарасыздықтан жастылған көздері абайсызда қасқырлар толы терең шұңқырға түсіп кеткен киіктің лағының көзіндей болып, әркімге бір жаутаңдай қарап, барынша қарсыласуға тырысып жатыр. Осы сәтті пайдаланып көліктің екінші жақтағы есігінен келген жігіт қыздың екі бүйірінен қатты қысып жіберді. Ойқыс әрекеттен бүйірін ауырсынған жас қыз ақ деп бүйірін ұстай алғанда, артындағы жігіт алға қарай итере салғанда қыз топ етіп қарулы кексе әйелдердің қолына топ етті. Кішкене ғана әлі балапан деуге келетін қыз баланы қарулы қолдар іліп алып кетті де жалма-жан басына орамал сала бастады. "Керек емес, мен қалмаймын бұл үйде. Апатайлар-ау, мені зорлықпен әкелді. Түсінсеңіздерші, сіздер анасыздар ғой. Жалынам. Жаным апалар. Уф, жүрегім қысылып кетті. Мені үйде әке-шешем күтіп отыр. Апатайлар-ау, мен күйеуге шықпаймын. Апатай, жалынам, жіберіңіздерші" деп өлердегі сөзін айтып келе жатқан бейшара қызды ешкімде түсінгісі жоқ. Бәрінің санасын той болады. Ыржаң-ыржаң күлкі, тоя тамақ жеу, ырбаң-ырбаң би болады деген ой жайлап алғандығы сонша олардың қазір ештеңе тоқтата алмас еді. Дымда қылмайды. Әлі үйренісіп кетесің. Бәріміз де сен сияқты болдық. Кейін үйренісіп кеттік. Біздің Төрежан керемет жігіт. Бағың ашылсын, ашылғалы тұр. Жақсы отбасыға келдің. Түк те етпейді. Бақытты боласың деп жан-жақтан шуласқан қатындар қаумалап, дарақы күлкілермен қызды үйге көтеріп кіргізгендей болды. Біреулері қызбен жағаласса, біреулері сол жағаласта басына орамал жауып әлек. Үлкенде бөлменің бұрышына сүйреліп әкеліп лақтырған, басына салған орамалды әлсін-әлсін керек емес деп сыпырып тастайды. Орнынан тұрғысы келгендей сыңай танытса да, дәу кексе қара қатын екі иығынан баса салады. Екінші сумаңдаған сары жалақ қатын сол бойда орамалын қайта жабады. Үлкені бар, кішісі бар, шулап, дабырлап бірін-бірі естімей тұрған әйелдер жас келінді қоршап алып, өздерінше түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бір-екі ер адамның қарасы көрініп, не қабар, беті бері қарады ма? Құдалардың алдынан өтуге адам жібере берейік пе деп сұрап кетті. Жас келін осы жерде есін сәл жинағандай болып, еңсесін көтерді. "Соңғы үмітім, соңғы мүмкіндігім осы" дегендей, "Апайлар, мені бір минут тыңдаңыздаршы, өтініш. Содан соң бәріне де келісім берем, бәріне көнем" деп жан-жағына жалынышты қарады. Қыздан жылы сөз естігендей болған топ тыныштала бастады. "Тыныш, тыныш, тыңдайық. Жазған бала аяқ астынан қайда келіп қалдым деп жүрегі ұшып отқан шығар. Тыңдайық, я" деп десіп басыла бастады. "Айып болмаса осы жерге мені алып қашып келген жігіттерді шақырсаңыздаршы. Сосын болашақ қайынатам мені, енемді, ет жақындарымызды жинасаңыздар екен" деп қыз алып қашқыш үш жігітті алдырып отырғызды. Ене болам деп жүрген әйел сірә осы маңда құдалыққа кімді жіберсем екен деген оймен жүрген атасын келтірді. "Ахмет, сен мені танисың" деп үйленбек ниеттегі жігітке және қасындағы екі жігітке қарап, "Жақсы, танисыңдар. Менің сүйген жігітім барын да білесіңдер. Ол қазір әскерде, қиын қыстау өмір сүріп жатыр. Оған қазір өте ауыр. Енді мені алып қашып кеткенін білсе, ол қандай күйде болады.
Сіздер өздеріңді жігітпіз деп жүрсіңдер ғой. Айтыңыздаршы, өздерің сияқты жігіттің ауылда жоқ екен пайдаланып сүйетін қызын алып қашу қаншалықты жігіттікке жатады? Сіздер түрлі себеппен әскерге бармай қалдыңыздар. Сен, Ахмет, сол әскерге бармау үшін үйленіп алмақсың. Сонда сен кілең еркек жігіттер жиналатын жерден қашып қалу үшін менің етегімнің астына тығылмақсың ба? Әлде екі адамның бақытын талқандап өзің бақытты болмақсың ба? Мейлі, зорлықпен үйлен, мейлі 10 бала тудыр. Мен бәрібір өзімнің сүйгенімді сүйіп, соны ойлаумен өтем емес пе? Сенің әйелің бола жүріп, ертең келгесін оның да құшағынан табылып жүрсем қалай болар еді? Тіпті мен олай істемеген күнде де сенің көкейіңде сол күдік жүреді емес пе? Мен жатсам тұрсам, соны ойлаймын. Менің бар сана сезімім, мен жан дүнием соны ғана сүйеді. Себебі ол әскер екеуміздің сезімімізді нығайтады. Саған деген махаббатымды ұлғайтады. Менің ер азамат екенімнің, екеуміздің жолымыздағы кездесер өмір қиындықтарына дайын екенімді дәлелдемей ме? Деуші еді. Ол ауылымның жігіттері иттікке бармас деп сенуші еді. Мына жасап отырғанның иттік емей немене? Ахмет, бері қара. Осы жерде қарайған адам жиналып отырсыңдар. Менің осы әңгімем бүкіл елге жайылады. Бұл әңгіме 100 жылда да ұмытылмайды. Алдыңнан шығады да отырады. Сонда не істейсің? Сабайсың да отырасың ба? Өмір бойы сабамақсың ба? Одан өмір бола ма? Өйткенше қазір өлтіріп таста. Ағалар, апалар, ата-ене болғысы келіп отырған кісілер. Мен айтарымды айттым. Енді өздеріңіз шешіңіздер. Өмір бойы басқа еркекті ойлап өтетін келін керек пе жоқ па? Маған есік көрген деген ат жабылады екен деп қорықпаймын. Ертең келгесін сүйгенім сен есік көргенсің деп алмай кетсе де мен соның амандығы мен бақытын тілеп өтем. Мен өз жігітімді сүйіп өтем деп бір демалғанда көздері жасаурап тұрған 2-3 әйел шығып кетті. Уақытында өздері осындай әңгіме айта алмай сүймеген адаммен өмір өткізіп жатқандарына жылап шығып кетті. Апалар, ағалар, ендігі билік сіздерді. Осыған тоқталмасаңыздар, жөн сөзі түсінбес айуандардың ортасына тап болған екенмін. Енді сойып сатса да көндім деп тағдырға мойынсынам. Орамалдарыңызды жаба беріңіздер деп тоқтады. Ахмет пен екі жігіт жер шығып тұр. Мына әңгімеммен мына қыз бүкіл жоспарды быт-шыт қылды. Алып қашу құрбаны болған талай қыз сияқты бұл қызда жылап қояр деген есепті быт-шыт қылды. Жұрттың көзінше жігіттеріне сын айтып жер қылды. Ешкім қозғалмады. Құлаққа ұрғандай тыныштық. Жұрттан бұрын бағанадан әкесінің арт жағында бөлме есігінің сыртында тыңдап тұрған үйленер жігіттің 3 жас үлкен ағасы ішке кіріп, айттым ғой саған, әскерге бармай тұрып үйленбе деп. Оның үстіне әскерде жүрген жігіттің сүйген қызын алып қашу дүниедегі ең жаман нәрсе. Мен болдым әскерде, көрдім талай нәрсені. Әскерде болған адам ғана ондайды түсінеді. Осы айдан қалмай жоғал әскеріңе деп інісіне ұрысты да, жүр қарындас, үйіңе апарам. Қажет болса әке шешеңнен кешірім сұрап бәрін түсіндірем. Осыдан біреу есік көрген деп айтар болса өзім бауыздап өлтірем. Сендей қыздың абыройын қоршау үшін сотталу керек болса сотталам. Мен одан қорықпаймын. Жүр қарындас, жүр деп қолынан тартып көтеріп есікке беттеді. Есіктен шыға бере қыз, кешіріңіздерші, мені түсініп қатты сөгіп қарғамаңыздаршы. Бәріңізде қыз бар шығар деп жалына сөйлеп үйден шықты. Бөлмеде отырғандар әлі де түсініксіз жағдайда үнсіз отыр. Ұзақ үнсіздікті Ахметтің әкесі бұзды. Мал сойылып, ішек қарын тазаланып тұр. Ағайын тумаларға құда жекжатқа хабар беріңдер. Ахметтің әскерге кетуіне бір мал құдайы садақа деп айтыңдар. Ал сен бала ертең таңертең военкоматқа барып сұранып кет. Саған қалған ең соңғы дұрыс жол сол. Алла жар болып аман келсең тойда болар келін деп табылар.
бас амандығына, ақ жолыңа садақа берем. Ақсақалдардың батасын ал деп сөзін аяқтауы сол екен. Отырғандар шулай жөнелді. Дұрыс, оң болсын, талабың ақ жол Төрежан, аман барып сау қайт десіп Ахметтің жанына үйірілді. Жаңа ғана бір жас қыздың өміріне балта шаба жаздаған жұрт қауқылдасып жолаяқ той жасауға кетті. Адамның өмір ит ырғылжың ырду-дұрдудан аспай қалғаны ма?